Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu. Ardaқты мұсылман қауымы, қалайсыздар? Сақтарыңыз жақсы ма, аман есенсіздер ме? Біздің кезекте түсірілетін видео жеміс ағаштарын отырғызу тақырыбында болады. Бүгін 19 наурыз 2022 жыл. Ауа райы температурасы түнде минус 3-4 градус, күндіз 7-8 градус жылылықты көрсетіп тұр. Күн кішкене ызғарлы, бірақ сонда да осы ызғармен ертелеу отырғызып тастап, күн жылып кетпей тұрып отырғызғанды жөн көріп тұрмыз. Қазатынға келетін болсақ, түбі 60 сантиметр, диаметрі 40-50 сантиметр. Яғни домалақты 40-50 шығуы керек. Плюс-минус ойнайды, иншаллах. Қазған кезде бетіндегі 10 сантиметр топырағын лақтырып тастаймыз да, қалған сол 40-50 сантиметрге дейін топырағын бөлек жинаймыз. Және де түбіндегі қиыршық тас топырақ шығады, оларды лақтырып тастаймыз. Бұл жерге алма ағашын отырғызамыз, Аллах нәсіп етсе. Так, не затын ұмытып отырмын. Қазір 60 сантиметр болып тұр тереңдігі. Соған бір 30 сантиметрдей өзінен шыққан топырақ тастаймыз. Сосын қолымыздың бүйтіп, алақанмен бүйтіп жағы топырақты басып, кішкене трамбовкілепті басып, ағашты отырғызамыз да, жайлап өзінен шыққан топырақты сала береміз. Одан бөлек мына жерді 10-15 сантиметрдей бетін алып тастаймыз да, содан кейінгі топырақпен көмеміз да, ағашты таза сазында, мына беті деген қиыршық тас, мусорларын алып тастаймыз да, 10 сантиметрге дейін саз шығып қойды да бетінен. Содан кейін әдемі саз шығып бастайды, солмен көмеміз ағашты. Енді мына ағаштарды алып келгесін кеуіп кетпей, тез отырғызып тастайын деп асығыс болып отыр. Барлық түсін түсіруге болатын еді негізінде. Сондай жағдайға байланысты тек қысқаша түсінік айтып отырмын. Сөйтіп саламыз да, әбден көп болғаннан кейін жан жағын үңгіп қазамыз өстіп. Тек осы затына ағаштың түбіне қарай үшкірлік, су құйғанда көп су кететіндей дәрежеде, біріншіден, екіншіден сол су тамырға барама, сондай жүйе ғой. Әуелде өстіп істеліп жүр. Жағдай барынша қазір кейінгі процестерін түсірейін, иншалла. 60 сантиметрдің бір 20-25 сантиметр немесе 30 сантиметрден тек топырақтың өзін тастаймыз да, қолмен жеңіл желпі басамыз. Қатты басудың қажеті жоқ, жұмсақ болған жоқ, сотчар. Ағашты ортасына ұстаймыз да, сосын және де өзінен әуелде қазылғанда шыққан топырақпен көмеміз. Немесе бөлек топырақ мусор аралас, ішінде салафан, қиыршық тастар болмаған жақсы, таза саз. Егер топырақ ұнамайтса, бөлек свежий топырақ қазып алуға болады. Бірақ мына топырақ жаман емес сияқты. Өзімен көме береміз. Қазір осы бір тұсқа дейін көмеміз. Міне, осы бір тұсқа дейін көмеміз, иншаллах. Сосын жан-жағын жағындай қылып, ана ағашты істедік қой. Сондай қылып істейміз, иншаллах. 5-6 сантиметрдей қалды. Тағы тастады қазғантай. Енді жан-жағын осы бір төңіректерден 20-25 сантиметрден қазып ортаға лақтыра береміз. Бәрін қазып ортаға лақтыра береміз. Сосын артық топырақты жан-жағына тастаймыз да, ертең су құйған кезде жан-жаққа ағып кетпес үшін, биіктету үшін тастаймыз бүйтіп. Сосын аларды үшкірлейміз да, жандай қылып үшкірлейміз да,
белдің арқа жағымен ұрып өйстіп қоямыз. Айта кететін, қазылған кезде астына бір шелек су құйып жібердік. Жаңа талсатқан кісі астына су құйып жүр. Бірақ қазір күн ызғар, бетіне су құймай-ақ қой дейді. Сосын күн жылыған кезде құярсың дейді. Түстен кейін берсе құятшамыз иншалла. Көп болғаннан кейін өйстіп жаңа айтқанда 20-25 сантиметрден теуіп алып өзіне лақтыра береміз. Сосын енді мынаны топырақтардың бәрі жатпайды. Шетінен түбінен қазып қапталға лақтыра береміз. Ағаштың өзінің деңгейіне сай кішкентай қылып мындай үйшік істейміз да, үшкірлеп. Не осындай жүйе жалпы. Осындай жүйемен әуелгі ағаштарымды өстіп егіп жүрім. Аулада ағаштар бар, алхамдулилля. Енді бұл видео өзім әдетте өстіп істеп жүрмін деген видео. Жүрміз деген видео. Сіздерге дәл өстіп істе деп насихаттап айта алмаймын. Себебі бұл істің маманы емеспін мен, бағбан емеспін. Жалпы әдетте өстіп істеп жүрмін. Соны сізге көрсетейін деп. Алла субхана тағала береке берсін. Алма, өрік ағаш. Мынақты да өрік ағаш. Мынақты қазір қазып жатырмыз. Мынау алмұрт ағаш. Биыл отырғызып жатқан ағаштар. Бұрындары келген кезде өйстіп топыраққа көміп тастау керек те, пока жерге отырғызбастан бұрын. Әуелде жалпы мына жерден кесіп те отырғыза беретін еді. Кесіп тастасақ та болады жалпы. Алмұрт, өрікті кесіп жатқанын көретін едім. Тамыры біткен жерден бір 40-50-60 сантиметрден кесіп тастап еккенін көрдім. Өзімізде ектік сөйтіп. Бірақ кеспей кішкене Алла қаласа бойлап гүлдеп тұрған жақсы көріп отырмын. Баракаллаху фикум. Алла субхана тағала мұсылман қауымын сақтап қойсын. Жақсылықта жалғастық қыла берсін.